Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздердің назарларыңызға баялдыны, яғни баклажанды мен қалай қуыратынымды көрсетемін. Бұл әдіс өте оңай әрі тез, сондықтан видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен баялдыны жақсылап тазалап жуып аламыз. Одан кейін кептіріп, осындай дөңгелектерге орташа қалыңдықта етіп турап шығамыз. Әрине, баялдыны қалай қуыру керектігін барлықтарыңыз білетін шығарсыздар, бірақ мен сіздерге өз әдісімді көрсеткім келеді. Осылай туралған баялдыларды ұнға аунатып аламыз барлығын. Менің әдісімнің бір ерекшелігі, мен баялдыларды тұзды суға салмаймын. Бірақ алаңдамасаңыздар болады, ешқандай да ащы дәм шығып тұрмайды. Келесі кезекте бір жұмыртқаны жарып, үстіне шым-шым тұз салып, жақсылап араластырамыз. Баялдыларымызды қуыру үшін ыдысымызға аз мөлшерде зәйтүн майы немесе күнбағыс майын құйып қыздырамыз. Қыздырып болғаннан кейін жаңағы баялдыларымызды жұмыртқалы массаға екі жағында малып, осылай қуырып аламыз. Ескере кететін жайт, май міндетті түрде жақсы қызған болуы қажет. Жақсы қызбаса, баялдылар майдың барлығын өзінің бойына сіңіріп алады. Бір жағы сарғайып, әдемі қалыпқа енген соң, екінші жағын аударып, оны да қуырып аламыз. Екінші жағы бірінші жағына қарағанда жылдамырақ қуырылады. Тарелканың бетіне майлы қағаз, яғни салфетканы жазып, қуырылған баялдыларды осының үстіне орналастырамыз. Және баялдының бойындағы артық майды алу үшін үстінен де майлы қағазды жауып қоямыз. Келесі кезекте соус дайындаймыз. Ол үшін сарымсақты үкіштің ұсақ тор көзінен немесе пресстен өткізіп, үстінен біраз тұз сеуіп, майонез қосып, жаңағы баялдылардың үстіне аз мөлшерден жағып шығамыз. Құрметті көрермендер, комментарий бөліміне сіздер баялдыны қандай әдіспен қуырасыздар жаза кетсеңіздер, басқаларға өз ақылдарыңызды, кеңестеріңізді айта кетсеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Орташа көлемдегі қызанақтарды дөңгелетіп турап, жаңағы баялдылардың үстіне орналастырамыз. Достар, менің көрермендерімнің, аудиториямның қай жақтан, қай өңірден екені маған өте қызықты. Сондықтан комментарийге сіз қай жақтан мені бақылап көретініңізді жаза кетсеңіз. Ірімшікті үкіштің ұсақ тор көзінен өткізіп, жаңағы қызанақтардың үстінен әдемілеп сеуіп шығамыз. Үстінен ірімшік себу ол менің өзімнің жеке әдісім. Егер қаласаңыздар, осы баялдыларды 1 минутқа қысқа толқынды пешке салып алсаңыздар болады. Ірімшігі біраз балқып, өте әдемі күйге енеді. Осымен біздің тіске басарымыз дайын. Сіздермен болған Айзат, астарыңыз дәмді болсын.